Қытайдағы олимпиада өте мындай қиын олимпиада болды. Себебі дегенде ал жерге ең күшті құрама командалар шақырылады. Өткен жылы біз 29 орын алғанымыз үшін бізді шақырышты ушул олимпиадаға. Ал жерде 3 жұма оқушыларыбыз даярданды, сабақтарға қатышып. Андан кейін олимпиаданың өзінде 3 медальға ие болды біздің оқушылар. Бир күмүш, анан жана 2 коло медаль. Андан кейін біз ошол Австралияга бардык. Эң маанилүү, эң чоң олимпиада. Ал ар дайым эң мындай жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Ал жерде дагы биз ушул тарыхта биринчи жолу 5 медальга ээ болду биздин командабыз, жана бир ардак грамотага. 2 күмүш, анан 3 коло медаль алдык биздин окуучуларыбыз. Мындай айтсак, биздин курама командабыз биздин Кыргызстан тарыхыбызда 22 медальга ээ болгон. Анан ошол 22 медальдин арасынан акыркы 2 жылда биз 9 медаль алып келди окуучуларыбыз. Бул мындай өтө жакшы бир мындай жыйынтык менин оюмча. Азыркы учурда көп мамлекеттер аябай жакшы даярдык өткөзүп жатышат. Азыр мисалы мурун Африка же башка мамлекеттерде мындай аябай начар жыйынтык болсо, азыр деле алар деле медаль алган баштады. Ошол үчүн ушул олимпиада ар жылы кийинки жылда менин оюмча Кытайда өтөт. Даярдык маанилүү.